Той тәңірдің қазынасы, ұлы атқа шапса да, қызы бағын тапса да, алталашты шақырмаса да ағайының басын қосып қуанышын атап өту қазақтың ежелден келе жатқан ата дәстүрі. Бүгінгідей емес, тоқты сойса да тапқанына той қылатын еді ол кезде. Қазір қып-қызыл бәсекеге айналған. Жарқыраған мейрамханаға 400-500 қонақпен түрлі шоуды толтырып, жердегі жұлдыздарды аспандағы бағаға жалдап, дүркіретіп өткізбесең, тойыңды сынап, мінеп кететіндер тағы бар. Содан кейін көрпеңнің қысқалығына қарамай көсіле бересің. Кейде осының бәрі ұл қыздар бата алсын деп емес, жұлдыздар келіпті деген атақ үшін ғана жасалып жатқандай көрінеді. Сөйткен той салттан аттамай, дәстүрді таптамай, онымен өтсе жақсы ғой. Іші қызғандар, іші пысқан соң ойына келгенін жасайды. Оған қой дейтін атаңның өзі қораз болып, әжең тауыққа айналып тарсылдатып жүр. Тойдың дұрыс өтуі ең бірінші тамадаға емес, тойдың иесіне байланысты. Себебі асаба таңдау соның еншісінде. Сөз қадырын білгенді алсаң, құстай ұшасың. Өз қадырын білмейтінді алсаң, осылай мұрттай ұшасың. Дәстүр мен діліңді, салт пен тіліңді білмейтін шоумендер де толып жүр. Күйеу жігітті ат қылып мініп, қалыңдыққа гүл лақтыртып жүргендер де солар. Гүл лақтырудың тарихы орта ғасырларда Еуропада пайда болған деседі. Онда той көйлегін безендіріп тұрған әр зат әйел бақытын әкеледі деген сеніммен тұрмыс құрмаған қыздар той соңында қалыңдықтың алба жұлбасын шығарып, әшекейін талап әкететін болған. Уақыт өте келе көйлектер гүлмен безендірілетін болды. Арулар сол гүлге жетсе бақытты боламын деп ырымдады. Орта ғасырдағы осы соқыр сенімге 21 ғасырдың қыз келіншегі әлі сеніп таласып келеді. 1, 2, 3, бойдақ жігіттер келіңіздер, бойдақ жігіттер. Енді кейбір жерде асабалар, енді жас әнлеріміз бәлен жерде бәлен тойды жардық, бәлен деген жерде бәлен тойды жардық деп жатады. Сондағысы жарғаны осы ойынменен. Дараң ойын. Өйткені мүмкін сөздік қорлары сол той өткізуге жетпейтін шығар. Сонан кейін жаңағы бүркемелеу үшін сондай ойындармен өткізетін шығар деп ойлаймын. Сондықтан да бұндай ойындарды кішкене азайту керек деп ойлаймын. Өйткені мына бассыз елдің баласы дарақы болады дейді. Ары қарай дараңдай беретін болса, бұл жаңағы қазақтың бір бас қосып, үлгі өсиет көретін жері осы той. Осы тойдан жаңағы жақсылық көрмейтін болса, ары қарайғы өмірлерінде де білмеймін, ол тәрбие жағы қалай болатынын. Жиғанның тойға шашылсын деп тойын жаңаша өткізіп жаһанданумен ауырып жүргендер ең болмаса соның жақсы жағын алса ғой дейсің. Мәселен сол Еуропа халқының көбі айғайға басатын, асабасыз, ойбайға басатын әртіссіз ақтып тыныш тойын тойлап, күліп ойнап қайтады. Одан той бергеннің қалтасы қалыңдамаса артық шығын көрмейді. Біздегідей қонағының жолына емес, қанша әкелді деп қолына қарайтын есеп тойдың елесі де жоқ. Жағдайыңа қарамай тыраштану, ортаңнан өзгеше етіп той жасау, ол жақта ерсі әрі жабайы көрінеді. Жаттың осындай келісті жағын емес, кері кеткенін алып тойға кіргіздік. Қайын атасы мен енесінің алдында именіп сөйлеп, иіліп сәлем салатын келіндер тойда қабат-қабат торт кесіп, екеуінің аузына тықпалап жүр. Ертеректі ақсақалдар аузымызға ақмай мен етті дәл осылай тықпалап жегізуші еді. Қазір асатуды атасына келіндер үйретіп жатыр. Кейінгіге дейін келіннің аяқ киімін ұрлайтын жаман әдет болған еді. Қалыңдықтың етегін көтеріп, етігін шешкеннің ерсі қылық екенін ел түсінді ме, онысы тыйылғандай болды. Бұлай жалғаса берсе, жас та, жасамыс та жиналатын той жиынның еш қадірі қалмайды. Той тәрбиенің мектебі болу керек.